Мұхаррам айы мұсылманша жыл басы. Ислам жыл санауы хижра жыл санауы деп аталады. Себебі бұл жыл санау хижрадан пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Меккеден Мәдинаға қоныс аударуынан басталады. Одан ерте заманда арабтарда нақтылы жыл санау жүйесі болмады. Олар белгілі бір датаны сол уақытта болған уақиғалармен байланыстырып есте сақтады. Мысалы, Эфиоп патшасы Абраханың пілмен жарақтанған әскерімен Мекке шаһарына жасаған шабуылына орай сол жылды піл уақиғасы жылы деп атады. Пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, нақ сол піл жылы Меккеде дүниеге келген. Әділетті халифа Омар ибн Хаттабтың, оған Алла разы болсын, кезінде мұсылман мемлекетінің шартарабына жіберілген ресми хаттардың ай күні тарихы туралы қателіктер орын алады. Хижраның 17-ші жылы Омар ибн Хаттаб, оған Алла разы болсын, Басра қаласының әкімі Әбу Мұса әл-Ашғариге, оған Алла разы болсын, хат жазады. Хат Шағбан айында жазылған. Әбу Мұса, оған Алла разы болсын, Омарға, оған Алла разы болсын, былайша жауап хат жазады: сіздің Шағбан айында жазған хатыңызды алдым. Алайда оның үстіміздегі жылғы Шағбан айы ма, әлде өткен жылғы Шағбан айы ма, біле алмадым. Мұны оқыған Омардың, оған Алла разы болсын, бірегей жыл санауды бекітудің қажеттілігіне көзі жетеді. Сөйтіп, көзі тірі сахабаларды жинап алып, осы мәселені талқыға салады. Бұл хижрамен есептегенде 17-ші жылдың Жұмада ахир айының 20-сы күні болатын. Ал милади жыл санауымен есептегенде 638-ші жылдың шілде айының 8-і. Талқыға жиналған сахабалар жыл санаудың қай мерзімнен бастау керектігі жайында өзара пікір таластырады. Кейбірі пайғамбардың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, туған жылынан бастауды жөн деп тапса, енді бірі хижра оқиғасынан бастау қажеттігін алға тартады. Өйткені хижраның уақыты сахабалардың бәріне мағлұм мерзім еді. Ал пайғамбардың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, туған жылы күні жайында олар әр түрлі көзқараста болатын. Жыл санауды хижра оқиғасынан бастауды құптағандардың арасында Омар, Осман, Әлилер, оларға Алла разы болсын, болды. Ақырында халифа Омар, оған Алла разы болсын, хижра ақ пен қараның арасын ажыратты. Ендеше сол кезден бастайық. Бірінші айы Мұхаррам болсын, өйткені ол адамдардың қажылықтан қайтатын шағы деп кесімді шешімін айтады. Барлық сахабалар осы тоқтамды жөн деп табады. Ислам шариғатындағы ұлық ғибадат қажылықтың аяқталуымен хижра күнтізбесінің бір жылы қатталып, тарих қойнауына кетеді. Қасиетті қажылық айларынан соң мұсылман күнтізбесінде жаңа жыл басталады. Яғни келесі Мұхаррам айының кіруімен жаңа парағы ашылады. Осылайша мұсылман баласының жылы ғибадатпен, оған қатысты мейрам айымен қорытындыланады. Қорыта айтқанда, әрбір мұсылманның тіршілігі нақ осы хижра күнтізбесімен тығыз байланысты. Қазақ халқының тарихы да әу баста хижра жыл санауымен есептелген еді. Дәстүрлі діни шаралар, тарихи оқиғалар, көне ескерткіштердегі даталар осы күнтізбемен көрсетілген. Кейіннен милади жыл санауы басымдық алып, бұл күнтізбе ұмыт болды. Алайда дін қайраткерлері хижра күнтізбесін ешқашан естен шығармаған. Мысалы, қайтыс болған кісінің жасы хижра жыл санауымен есептеледі. Мұхаррам айы мұсылман жыл санауының алғашқы айы болып есептеледі. Мұхаррам сөзі қасиетті, тыйым салынған дегенді білдіреді. Бұл ай Құран кәрімде айтылған қасиетті 4 айдың бірі. Жаратқан иеміз осы айда жасаған барлық ғибадаттарымызды, ізгі істерімізді қабыл алғай. Алда келе жатқан жаңа хижра жылын күллі мұсылман үмбеті үшін құт-берекелі, бейбітшілік әрі татулық, достық, мейірім жылы етсін. Ашура күні